қоректік ерітінділер арқылы өсіру технологиясы. Бұл әдіс оқушыларға биология, экология, агротехнология және инженерия пәндерін тәжірибе арқылы терең меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл технология арқылы оқушылар нақты тәжірибе жасап, өз өнімдерін өсіріп, жас зерттеушілер ретінде алғашқы зерттеу жұмыстарын бастай алады. Мектепте іске қосылған гидропоника бұрышы жасыл мектеп жобасының іске асыруда нақты қадамның бірі деп айтуға болады. Бұл бұрыш арқылы біз оқушыларға экологиялық ойлау, суды үнемдеу, қалдықсыз технологиялар, экологиялық мәдениет және заманауи ауыл шаруашылығының негіздерін үйретеміз. Гидропоника бұл жай ғана көкөністі өсіру емес, ол экологиялық сауатты, саналы азамат тәрбиелеудің тиімді құралы деп айтуға болады. Бұл жасыл мектеп жобасының басты мақсатына толық сәйкес келеді.